Бақаның арманы. Ертегі. Келесі қызықты ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп отырыңыздар. Ертеде екі бақа айнымастай дос болыпты. Бақаның біреуі: менің туған күнімде адамдар секілді достарым да маған гүл сыйласа екен, деп армандайды екен. Өкінішке орай, оның ешқайсысы орындалмапты. Сондай күнді көптен аңсап жүрген бақа туған күнінің қарсаңында досын қасына шақырып алып: менің туған күніме гүл сатып әкеліп берші, деп өтініп, қолына ақша ұстатып жіберіпті. Бақа теңгені алған соң досының тапсырмасын орындау үшін жолға шығады. Қалың өскен шөптің арасынан дара-дара болып шыққан тікенек бақаның жалаңаш денесін тырнап есін шығарады. Арып ашып әлек болып жүргенде досының берген ақшасын жоғалтып алады. Амалы құрыған бақа берген тапсырманы орындай алмай кері қайтады. Басы салбырап, еңсесі түсіп кеткен досын көрген бақа қабағын сәл тыржитып іштей ашуланады. Соңынан досының өзіне деген ниеті адал екенін түсініп, оны кешіріп, қайта қасына шақырып алады. Сөйтіп, бақа осы жылы тағы да туған күнін гүлсіз өткізеді. Оған бақа өкінген жоқ, себебі ол досының адалдығына шексіз қуанышты еді. Ертегі ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, келесі қызықты ертегілерді жіберіп алмаңыз.